Иншаллах бүгін біз 4-ші дәрісімізді өтетін боламыз. Алдыңғы сабағымызда біз суға нәжіс түссе не болады? Соған келген едік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва куллу маин вaqa'at fihi najasatun lam yajuzil wudu'u bihi qalilan kana aw kathiran. Енді бір суға егер нәжіс түсетін болса, ол сумен дәрет алуға болмайды дейді. Енді жалпы сулар екіге бөлінеді. Біріншісі ағатын сулар, екіншісі ақпайтын, тұрып тұратын сулар. Енді бұл жақта үкім, енді тұрып тұратын суда екіге бөлінеді. Үлкен су, кіші су деп. Түсіндік қой, ағатын су бар, ақпайтын су бар. Ақпайтын суда екіге бөлінеді, үлкен су және кіші су. Енді үлкен су дегенде, кіші су дегенде. Кіші су деген ол мысалы, мына шынтақ бір 50 сантиметр десек, оны 5 метр болады. Лайнан 5 метр, осылай. 5 метр содан кішкентай су, бұл кішкентай су болады. Яғни 5 метрден үлкен болса, бұл үлкен су болады. Енді мына жақта айтып жатыр, сондай 5 метрден кішкентай суға егер нәжіс түсетін болса, ол суға дәрет алу жайыз емес, болмайды дейді. Мысалы, бассейн. Бұлай 4 метр. 5 метрден кішкентай ғой. Ол суға нәжіс түсетін болса, ол су мейлі оның тереңдігі қарастырмайды. Мүмкін 2 метр терең, мүмкін 1 метр, мүмкін 3 метр терең болса да, бұлай көлемі 5 метрден кішкентай болса, ол суға нәжіс түссе, ол сумен дәрет алуға болмайды екен. Неге дейді? Өйткені пайғамбарымыздың мынандай хадисі бар дейді. Ләнна набия алейхиссалам әмара би хифзил маи минан najasati. Пайғамбарымыз жаңағы суды нәжістен қорғауды айтты дейді. Бір хадисін айтады. Фақала ла ябуланна ахадукум фил маи даими. Сендерден ешбірің тоқтап тұрған суға кіші дәрет сындырмасын дейді. Вала яғтасиланна фихи минал жанабати. Және сол тоқтап тұрған судан егер нәжіс түскен болса, ол судан ғұсыл құйынбасын, дәрет алмасын дейді. Және тағы бір хадисін айтады. Уақала алейхиссалам إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. Енді білесіздер, тоқтап тұрған суға дәрет сындыруға болмайды. Неге? Өйткені ол тоқтап тұрған суға егер дәрет сындырса, ол нәжіс болады. Одан біреу келіп жаңағы сол судан дәрет алуға да болмайды. Енді екінші хадисін айтады. Білесіздер, бұрынғы кезде кейбір нелерде мындай шелектегі сумен дәрет алатын болған. Пайғамбарымыз тағы бір хадисін айтады. Сендер дейді, дәрет алатын кезде шелекке қолдарыңды тықпастан алдын қолдарыңды жуып алыңдар дейді. Өйткені қолдарың сендердің түнде қайда барғанын білмейсіңдер дейді. Енді түнде мүмкін кір болып қалған болуы мүмкін, немесе нәжіс тиіп қалған болуы мүмкін. Сол үшін шелектегі суға қол тықпастан алдын шөмішпен бірдеңемен алып, қолды жуып алып үш рет. Одан кейін барып шелектегі сумен дәрет алыңдар дейді. Егер ғалымдарымыз айтады, егер шөміш болмаса, мысалы, бір шелекте су бар, ұйқыңнан тұрдың, ол кезде қолды мұнарасын ғана батырып, басымен ғана қолды жуып алып осылай үш рет. Кейін барып жаңағы былай бетіңді, қолыңды жусан болады дейді. Пайғамбарымыз соны айтып жатыр. Енді жаңа түсіндік қой, сулар екіге бөлінеді дедік. Тоқтап тұратын су және де ағатын су. Енді мәул жари, егер ағынды су болса дейді, өзеннің суы сияқты, иза вақат фихи najasatun jazal wudu'u minhu. Иза лам юра лаха асарун. Егер ағып тұратын суға нәжіс түсетін болса, ол суда дәрет алуға болады дейді. Егер сол дәрет алатын жеріңнен жаңағы нәжістің әсері, мысалы, иісі, түсі, дәмі деген сияқты осындай әсері білінбейтін болса, онда дәрет ала беруге болады дейді. Неге? Өйткені өйткені нәжіс жаңағы ағынды сумен ағып кетеді дейді. Мысалы, болуы мүмкін, дәрет албасын, ана жақта мысалы сиырлар ауылда. Мысалы, кіші үлкен дәрет сындырып жатыр. Бірақ өзен су ағынды, қарадың алдында ешқандай не жоқ, жаңағы бір әсері жоқ, түсі немесе иісі немесе дәмі деген сияқты. Ондай әсері болмаса, ол судан да дәрет ала беруге болады екен. Бізде қазақта бар, ағынды судың арамы жоқ деген. Ата-бабаларымыз содан шыққан. Енді енді үлкен су, бағана айттық, су екіге бөлінеді. Ағынды, ағынсыз, тоқтап тұратын. Бағана біріншіне де айттық, егер тоқтап тұратын су кішкентай болса, яғни 5 метрден кішкентай болса, ол суға нәжіс түссе болды, ол сумен дәрет алынбайды. Енді үлкен су деген бағанаға 5 метрден үлкен су, мысалы, 4 жағы 5 метр. Сондай суға нәжіс түссе дейді. وأما الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. Енді мына жақта
бұған біз бассейнде де ала берсек болады, немесе үлкен өзенде де ала берсек болады, немесе жаңбырдан сайдың суында алсақ болады, мысалы жаңбырдан жиналып қалатын сулар. Осындай су мына жақта былай түсіндіріп жатыр. Мысалы бір жағын қозғалтқан кезде екінші жақ қозғалмайтын болса дейді. Бір жағын қозғалтқан кезде екінші жақ қозғалмайтындай дәрежеде үлкен су болса, бұны ғалымдарымыз жаңағыдай айтқан. Егер 5 метрден үлкен болса, оны мына жағын қозғалтқан кезде мына жақ қозғалмайды. Сондай суға дейді, егер нәжіс түсетін болса, إذا وقعت نجاسة في أحد جنبيه جاز الوضوء من الجناب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه. Мысалы, сондай судың мына жақ бір бұрышына нәжіс түсті, онда мына жақ келесі жағынан дәрет ала беруге болады дейді. Неге? Өйткені нәжіс мына жақта көрінген жоқ дейді. Уақыт кірді ғой, иншалла қазір азан шақырып, кейін ары қарай жалғастырамыз. Енді жаңа айттық, егер бір бассейнге, мысалы 5 метрден үлкен болған бір бассейнге нәжіс түсетін болса, мына жақ бір шетіне, онда біз келесі жақ шетінен дәрет ала берсек болады. Егер бұл нәжістің несі мына жақта көрінбейтін болса. Мысалы, алдында бір сұрақтар келді. Бір ағамыздың үйінің алдында бассейн бар екен. Бассейні 5-5-тен үлкен. 7-8 ба солай. Соған баласы кішкентай бала ендігі түседі ғой. Бір күн кішкентай болып памперспен секіріп кеткен екен да. Сол кісі айтады, мысалы, бұл судан дәрет алсақ бола ма? Суы таза ма дейді. Енді дәрет алу емес, суға түссек бола ма дейді. Сол кезде егер 5-5-тен үлкен болғандықтан нәжісті алып тастайды, сол тұрған жерінен, мысалы. Мына жаққа басқа нәжіс тарамаған болса, онда ол суы таза болып есептеледі екен. Ары қарай жалғастырайық. وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ. Енді егер суға ағатын қаны жоқ жануар түсіп кетсе, ол суды ластамайды дейді. Мысалы, кәл-баққи қандала сияқты, немесе уәз-зубаби шыбын, немесе уәз-занабири бұл ара, уәл-ақариби немесе шаян сияқты. Бұлардың ешқайсында ағатын қан жоқ. Егер бұлар бір суға түсіп кетсе, мысалы айтайық, ауылда шелек, сыртта мысалы шелекте су тұр, оған шыбындар үстіне түсіп кеткен, мысалы 5-6 шыбын. Ол сумен дәрет алуға бола ма? Болады. Неге? Өйткені шыбын ағатын қаны жоқ. Енді бұл қайдан шыққан? Пайғамбарымызға бір кісі келіп сұрақ қояды: "Я Алланың Расулы, мен тамағыма бір шыбын түсіп кетсе, не істеймін?" дейді. Ішіп отқан суға немесе. Сол кезде пайғамбарымыз: "Сен шыбынды дейді, алып тастама дейді. Бірінші бір батырып, кейін алып таста дейді." Неге? Өйткені шыбынның екі қанатында, бір қанатында у болады екен, екінші қанатында сол уды қайтаратын дәрісі болады екен. Бірақ шыбын құлаған кезде, кейін ғалымдар зерттеген ғой, неге пайғамбарымыз бұлай айтты? Батырып алып шық деп айтқан деген кезде, шыбын құлаған кезде сол уы бар қанатымен құлайды екен да. Сол судан улайды екен. Ал екінші қанатын батырған кезде сол уын қайтарып жібереді екен. Пайғамбарымыз соны айтқан екен. Енді ғалымдарымыз бұл жерден осы хадистен мынандай пәтуалар шығарады. Бірінші, шыбын нәжіс емес. Неге? Өйткені пайғамбарымыз нәжіс болса, оны батыр деп айтпайтын еді дейді. Сол үшін бір шыбын суға кіретін болса, ол суда ластамайды. Шыбын суда ластамайтын болғандықтан, нәжіс болмағандықтан оған ұқсайтын жаңағы ара, маса, шаян сияқты бұларда жәндіктер, қаны жоқ жәндіктер суда ластамайды дейді. Мысалы, кейбір нелер болады, мысалы шайға не түсіп кетеді? Шыбын шай төгіп тастайды. Бір батыр алып шығып, ол шайды іше берсе болады. Бұл таза болып есептеледі. Түсіндік қой, оны енді. Енді ары қарай, "Умауту ма яишу фил маи ла юфсидуху." Ал суда өмір сүретін жануарлар егер сол суға өлетін болса, ол суды нәжіс қылмайды. Мысалы, кәссамаки балық сияқты, немесе дифтаи құрбақа сияқты, уәссаратани 8 аяқ сияқты дейді. Жаңа мынау неден шыбыннан шықты ғой, пайғамбарымыздың хадисінен. Сіздерге тағы бір не айтайын. Осы хадистен ғалымдарымыз осы бір хадистен көптеген нелер шығаратын болған. Бір күні бізде имам Шафи, ол кісі имам Ахмед ибн Ханбал. Бізде 4 мәзһаб бар, үлкен. Ханафи, Шафиғи, Малики, Ханбали. Ханафидікі имам Абу Ханифа, Маликиде имам Малик. Ол кісілер бір заманда өмір сүреді, ал имам Шафиғи мен имам Ахмед екеуі бір заманда өмір сүреді.
Сол кезде имам Шафиидің аты дүркіреп тұрған кез екен, өте атақты. Сол кезде имам Ахметтің ибн Ханбалдың қызы имам Шафи қалаларына келеді. Сол кезде мына имамды бір қонақ қылайық дейді, үйге шақырып, әкешім шақыр дейді. Имам Шафиді шақырады, имам Ахмет ибн Ханбал үйіне келеді. Келгеннен кейін тамақ береді, тамақты той отырып жеп алады. Кейін енді бізде мынандай бар ғой, мысалы осында мүфти келсе, бір президент келсе де қарап жүреміз, анау аяқ киімі қандай екен, қандай нәски киеді екен, намазда құлағын қалай қағады екен деген сияқты бәрін қараймыз ғой мысалы. Сол сияқты қызы қарайды екен имам Шафидің әр ісіне. Мынау тамақты көп жеп алды дейді. Негізі пайғамбардың хадисі бар. Біз мұсылмандар қарнымызды ашпай тұрып тамақ жемейміз, тоймай тұрып кетеміз дейді. Сөйтіп бір таңғалып қояды. Кейін бір бөлме дайындайды, бөлмесіне ұйықтатады. Енді ойлайды, таңертең бір тахаджудке тұратын шығар деп, дәрет алу үшін сыртқа шығатын шығар деп қарайды, ешкім шықпайды. Кейін әкесі имам Ахмет ибн Ханбал имам Шафиді оятады, бөлмесіне есігін қағады, екеуі бірге шығып намаз оқиды. Бірақ ол кісі дәретсіз намаз оқыған болады. Енді ойлайды, түні бойы ұйықтады, бірақ тұрып дәрет алмай намаз оқыды, бұл қалай болады дейді. Кейін сөйтіп таңертең шайын ішіп қайтады. Кейін қызы имам Ахмет ибн Ханбалға сұрайды, әкешім дейді, жаңа имам Шафи келді, сен бұл үлкен ғалым әулие деп жүрсіздер, бірақ ештеңесі жоқ қой дейді. Бұл тамақты тойып жеп алды дейді, нағыз қомағай екен дейді. Және де таңертең тахаджудке де тұрған жоқ дейді. Қарапайым мұсылмандардың өзі тұрады. Және де таң намазын дәрет соқты, бұл қалай дейді. Сол кезде имам Ахмет ибн Ханбал бұған да жауап бере алмай қалады. Енді ол кісі қатты мән бермеген. Кейін имам Шафиден барып сұрайды, сіз осылай істеген екенсіз, қандай хикметі бар деген кезде имам Шафи айтады, мен дейді негізі көп тамақ жемеймін дейді, бірақ имам Ахмет ибн Ханбалдың үйіне тек қана халал, адал тамақ келетінін білгендіктен мен сол адал тамақтан көп жейін деп әдейі көп жедім дейді. Бұл біріншісі кетті. Ал екінші, мен неге тахаджудке тұрмадым дейді, мен түні бойы пайғамбарымыздың бір хадисінен 70 түрлі үкім шығардым дейді. Ол қандай хадис десе, мынандай хадис екен, я Аба Умайр маза фаала нуғайр деген. Осы хадистен 70 түрлі үкім шығардым дейді. Кейін таң намазына да, және құптан дәретінен кейін ұйықтамағандықтан дәреті бұзылмайды, сонымен таң намазды оқыдым дейді. Енді бұл қандай хадистен не шығарған? Осы я Аба Умайр маза фаала нуғайр деген бір ғана хадистан 1, 2, 3, 4 сөзден тұратын хадистен 70 түрлі үкім шығарады. Енді бізде мысалы бір хадистен үкім шығар десе, оны түсінбейміз де мысалы. Сөйтіп бір хадистен 5 үкім шығармай жатып, сонда үлкен ғалымдарға не істейміз, тілді ұзартамыз. Имам Абу Ханифа андай, имам Шафи андай деген сияқты. Енді бұл қандай хадис? Бірінші, бұл хадисті Анас ибн Маликті білесіздер, пайғамбарымыздың қызметшісі. Пайғамбарымыз Мединаға келген кезде барлық сахабалар, біреуі тамақ әкеліп береді, біреуі көлік әкеліп береді, біреуі үйін береді деген сияқты. Сол кезде имам Анас ибн Маликтің анасы, я Аллахның расулы, менің саған беретін ешқандай дүнием жоқ, мен осы баламды сенің қызметіңе бердім деп Анас ибн Маликті береді. Анас ибн Маликтің бауыры болады. Оның лақабаты Абу Умайр деген. Сол бауырының кішкентай құсы бар екен, Нұғар деген. Және торға сияқты. Сол құспен әрдайым ойнап жүреді екен. Енді пайғамбарымыз Анас ибн Малик өзінің қызметінде болғаннан кейін үйлеріне жиі келіп тұрады. Сол кезде сол Анас ибн Маликтің бауырын көрген сайын, я Аба Умайр, ей Абу Умайр, маза фаала нуғайр, сен құсың қалай, Нұғайр деген деп сөйтіп еркелетіп не істеп тұрады екен. Бір күні үйіне келсе, бала жылап отыр дейді, жаңағы Абу Умайр деген сахаба ғой, бала болса да. Сол кезде пайғамбарымыз келіп жұбатып басу айтқан дейді. Енді осы хадистен имам Шафи мынандай пәтуалар шығарған екен. Енді біразын ғана айтайын, азғантайын. Біріншісі, кішкентай балаға лақабат қойса болады деген. Негізі аты басқа, бірақ Абу Умайр деп лақабат қойып тұр. Ал екіншісі, құс асыруға болады, оны торда ұстауға болады, онымен ойнауға болады, оны үйде ұстауға болады деген сияқты осындай қаншама пәтуа шығарған екен. Енді имам Тахауидің де несіндегі кітабында, имам Тахауи біздің ақидадағы ең үлкен кітаптардың бірі, сол айтады, осындай үмметтің имамдарына, мысалы қазіргі кезде имам Ағзам, имам Абу Ханифа, имам Шафидің кезінде көптеген тағы да сондай мәзһаб құратындай дәрежеде ғалымдар болған. Бірақ қазір күнімізге дейін келгеніне 4-еу ғана. Осы күнімізге дейін келуінің өзі дейді, Аллах Тағаланың олардың білімін қабыл еткендігінің бір көрінісі дейді да. Осындай үлкен ғалымдарға тіл тигізу ол адасушылықтың бір белгісі дейді. Сол үшін құрметті ағайын, осындай үлкен ғалымдарға тіл тигізуге сақтанайық, және олар тек қана жақсы іспен еске алуымыз керек. Енді теңізде өмір сүретін жануарлар
олар суды ластамайды дейді. Мысалы кассамаки ва дифтаи ва саратани, балық сияқты, құрбақа сияқты немесе сегіз аяқ сияқты. Бұлар өліп қалып, суда өліп қалса, бұл суды бүлдірмейді екен. Енді қолданылған сумен дәрет алуға болмайды дейді. Енді қолданылған су деген не? Қолданылған су деген адамның дәрет алған суы. Енді дәрет алған су деген мынау емес, мысалы бір құманға су құйып алдық, дәрет алдық, құманның түбінде қалған су ол емес. Бұл дәрет алғаннан кейін адамның денесінен аққан су. Бұны қолданылған су дейді. Енді мысалы айтайын, бұрынғы кезде ванна жоқ кезде мысалы үлкен легенге түсетін суға, мысалы осы құйынады, астында су жиналады. Сол қалған су ол қолданылған су. Ол сумен дәрет алуға болмайды. Жалпы сулар бөлінеді. Тахир, мутахир деген. Таза су деген бар. Ол су таза болады, нәжіс емес, бірақ ғайр мутахир, тазалаушы емес та, оны дәрет ала алмайды. Осындай сумен дәрет алуға болмайды дейді. Алдында тағы бір ағамыз сұрады. Енді дәрет алған сумен не істейді? Күнәлар ағады дейді. Мысалы, соны құратпасақ бола ма дейді. Мысалы, құратпай келсек. Бірақ енді құрметті ағай, мешітте болғаннан кейін, көпшілік орта болғаннан кейін құратқан дұрыс. Неге? Өйткені бірінші имам ағзам, имам Абу Ханифа, ол кісі дәрет алуға жеке киім қолданады екен, намазға жеке киім. Неге десе, өйткені мысалы дәрет алған кезде бұл қолдан аққан су, қолданылған су болады, иә? Бұл киімге тиеді, қалмасақ та, шалбарға, көйлекке деген сияқты. Енді бұл нәжіс болмаса да қолданылған су болғаннан кейін имам Абу Ханифа ол киіммен намаз оқымаған. Шешіп тастап, өзін жаңа іліп қойған киіммен намаз оқитын болған. Сол үшін жаңағы су киімге тиетін болса, енді нәжіс емес, бірақ онымен жаңа киім киіп оққан тағы да жақсырақ. Бұл бір. Екіншісі, енді мешітте болғаннан кейін, мысалы, кілем бар, палас. Бұған су тисе, мысалы, біз не үшін айтамыз? Енді мешітке нәскисіз келу бұл күнә емес. Арабияда бәрінде нәскисіз жүреді. Бірақ бұл жаңағы тазалықтан айтамыз да. Біз неге? Өйткені адам нәски кимегеннен кейін дәрет алады, аяғын толық құрғатпай мешітке келеді. Кілемге шығады. Ол аяқ басқаннан кейін ол асты су болып қалады. Бұл кілем оған біраз уақыттан кейін бұл сасиды. Кейін бір 2-3 жылдан кейін кілемді ауыстыруға тура келеді. Мысалы, мына жақ сасып кетсе, бұны кесіп тастап ауыстыра алмаймыз. Барлық мешіттің кілемін ауыстыру керек болады да. Ал бұған 1-2 үйдің ақшасы кетіп қалады, мысалы, осындай үлкен мешіттерге. Сол үшін біз не істейміз? Мешітке келген кезде, құрметті ағайын, мейлінше нәскимен келуге тырысыңыздар. Түсініңіздер ғой, сол сияқты дәрет алғанда да мейлінше сүртінген жақсы. Неге? Өйткені мысалы тұрасыз, қасыңызға адамға тисе, оған да бір жағынан ыңғайсыз. Түсініңіздер ғой? Бір әулие ғалым болған, ол кісі енді күнәсіз сағат деп айтты ғой әрбір сумен. Бір күні сондай үлкен дәрежеге жеткен, әрбір күнәсін көре бастайды, әрбір тамшы бір күнә сияқты, нәжіс сияқты көре бастайды. Сөйтіп, ол кісі сол киім шешіп тастайтын болған. Тиеді ғой киімге. Тигеннен киімді нәжіс қылады. Сөйтіп, басқа киім киетін болған. Кейін бұлай қатты қиналғаннан кейін Аллах тағала қайда дұға, Аллахым, сен маған күнәларымды көзіме көрсетпей қойшы деп. Сөйтіп, қайтадан Аллах тағала оның көзіне пердесін жапқан екен. Сол үшін құрметті ағайын, мешітке келген кезде мейлінше жаңағы аяғымызды толық құрғатып шықсақ, аяғымыз денемізді, иә? Осымен соңғы немен бітірейін. Енді тері білесіздер, иә? Иленген тері бұл барлығы таза болады дейді. Ол одан жасалған, теріден жасалған жай намазға намаз оқыса да болады, немесе содан жасалған ыдыспен дәрет алса да болады дейді. Бірақ адам мен шошқаның терісінен басқа дейді. Не үшін адамның терісі қолдануға болмайды? Өйткені адам ең құрметті жаратылыс адам. Сол үшін адамға құрмет ретінде оның тісі болсын, шашы болсын, сатуға, не істеуге қолдануға болмайды. Ал не үшін шошқаның терісі болмайды? Өйткені ол нәжіс болғандықтан. Сол үшін шошқаның барлық несі нәжіс болғаннан кейін оны қолдануға болмайды. Ал бірақ жаңағы малдың терісі егер иленген болса, ол қасқыр болсын, жыртқыш аң болсын, крокодил болсын, мысалы, сумка жасаса болады. Және оның жаңағы қан бармайтын мүшелері, мысалы, қылдары. Мысалы, аттың қылынан не жасайды дейді, жаңағы щетка. Немесе оның тұяғы, мүйізі, сіңірі солардан қолдана берсе болады екен. Иншалла, Аллах тағала естігендерімізді амал етуге нәсіп етсін. Аллах тағала баршаңызға разы болсын. Амин. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين
Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahu Ekber.